Шәмші Қалдаяқовтың «Сыған серенадасы» әні өмірге қалай келді? Шәмші ағамыздың сыған қызын құлай сүйгені рас па? «Сыған серенадасы» әні бұрынғы әндерден өзгеше, тіпті стилі қазақ әуеніне мүлдем ұқсамайтынын саз әлемнен хабары бар майталмандар бірден аңғарды. Шәмші Қалдаяқов өз ғұмырында 300-ге жуық ән шығарып, артынан өшпестей із қалдырды. Әндері халық жанынан мәңгі орын алды. Шәмші ағамыздың әрбір әні қалай туып, қалай жазылғанын ел жақсы біледі десек артық емес. Алайда, дәл осы «Сыған серенадасы» әніне келгенде, арада талай жыл өтсе де, әннің шығу тарихы өз жұмбағын әлі жасырып келеді. Дау тудырмас бір мәселе, «Сыған серенадасы» әні ол шынайы махаббат сезімін жырлаған туынды. Исраил Сапарбаевтың мәліметінше, «Сыған серенадасы» сазгердің консерваториядан шығып қалып, тағдырындағы түнекті сәттерін бастан өткізіп жатқанда өмірге келген. Қамығып келе жатқан Шәмші алдынан бір сәтте ұшарын жел, қонарын сай білетін сыған қыздары кездесе кетеді. Ой жетегінде келе жатқан Шәмшіні тобырдың азаттығы мен өмірге деген құштарлығы қызықтырғанға ұқсайды. Осылайша сыған тобыры Шәмші Қалдаяқов өміріне өзінше әсер қалдырады. Ол осы ортада жүріп, сыған қызы Изольдаға ғашық болады. Кейін аз ғана ғұмырына серік болған тобырға деген сағыныш пен қимастық өмірге жаңа әннің келуіне себепші болды. Әлі күнге дейін Шәмші мен сыған қызы Изольда арасындағы махаббаттың болған-болмағандығы туралы мәселеде көз көргендердің пікірі бір жерге тоғысқан емес. Алайда, «Сыған серенадасы» әннің өмірге келуіне музыкасы сан түрлі, жан-жағын той-думанға бөлеп жүретін сыған халқының ықпалы болғанын ешкім жоққа шығара алмас. Тулаған қаны бар толпарда табылар үміт болса, күн туса басына мойыма жасыма жігіт болсаң, толқысың шартарап, тасышы тебіренші о гитара, жан серігім төгілсін күй тарап, жаның тарықпасын, ән шарықтасын, қайранбасын, ғарып басын, көзіңді жұмбай қамықпасын, қамықпасын. Қайнаған қаны бар қалыңдық табылар үміт болса, шаттықты уыстан шығарма, туысқан жігіт болса, толқысын шартарап, тасышы тебіренші о гитара, жан серігім
шарықтасын, ән шарықтасын, қайранбасын, ғаріпбасын, көзіңді жұмбай қамықпасын, қамықпасын.